Қайырлы күн, менің құрметті оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Егер қант диабетімен ауырсаңыз, басыңыз ауырса және қан қысымыңыз көтерілсе, осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Лавр жапырағымен шай ішсеңіз, ақыл-ойды тыныштандырып және стресстен арылуға көмектеседі. Ұйықтар алдында бір кесе лавр жапырағы қосылған шайды ішсеңіз, ұйқыңыз тыныш болады. Бұл шай денені суықтан және тұмаудан сақтауға, иммунитетті күшейтуге және ерте қартаюдың алдын алуға жақсы әсерін тигізеді. Лавр жапырағы қандағы қант деңгейін реттеуге мұқтаж адамдар үшін ең жақсы шөптердің бірі. Оның жапырағының қасиеттеріне байланысты оны шай түрінде тұтыну екі типті қант диабетін, тепе-теңдікті сақтау және ағзадағы глюкоза деңгейін төмендету әдісі болып табылады. Тыныштандыратын әсерден басқа, лавр шайы іс жүзінде табиғи диуретик болып табылады. Затты күніне 2-3 кеседен ішу организмдегі натрий мен сұйықтықтың тоқтап қалуын азайтуға, бүйрек жеткіліксіздігі және қан қысымы сияқты мәселелердің алдын алуға көмектеседі. Барлығы біле бермейді, бірақ лавр жапырақтары ас қорытуға керемет әсер етеді. Олар бауырдың өт шығаруын қолдай алады және біздің ас қорытуымыздағы мамандандырылған ферменттерге әсер етеді. Тітіркенуден құтылу үшін бір кесе сусын жеткілікті. Лавр жапырағы салмақ тастағысы келетіндерге де өте қолайлы. Ол организмдегі токсиндерді кетіруге көмектеседі. Басқаша айтқанда, салмақ жоғалтуға арналған керемет тәсіл. Бірақ жүктілік кезінде лавр шайынан бас тарту керек. Жүктілік бұл денсаулық сақтауды қажет ететін кезең. Сондықтан кейбір тағамдардан бас тарту керек. Егер жүкті болсаңыз, бұл шайдан аулақ болыңыз. Сіздерге пайдасы тиеді деген ойдамын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздермен әрқашан бірге мақпал.